Сіздер біраз қасиеттермен таныссыздар. Енді тақырыптан байқап тұрғандарыңыздай, бүгін CSS-тегі мұрагерлік ұғымымен танысамыз. Тек бір элементке берілген кейбір CSS қасиеттер сол элементтің ішінде орналасқан, немесе басқа орындарда анықталған дәл сондай элементтерге автоматты түрде қолданылып кетуін ұрпақ элементтің аталық элементтен қасиеттерді мұрагерлікке алуы деп айтамыз. Мысалы, біз бодиға жазған қасиеттер барлық элементке қолданылып тұр. Оны мәтіндердің түсінен ақ байқауға болады. Өзіміз өзгеріссіз қалдырған барлық элементке аталыққа берілген қасиеттер бірге дарыды деп айталамыз. Енді H2 элементіне назар аударыңыз. Біз бір рет жазып кеткен мына қасиеттер H2 деп берілген екінші элементке де дарыған болып тұр ғой. Себебі шрифт топтастығы екеуінде де курсив, сәйкесінше екеуінің де түстері жасыл болып тұр. Біз көріп тұрған font weight, font size, font style, line height, text align қасиеттері және мұрагерленеді. Себебі бұлардың барлығы мәтіндермен байланысты. Сәйкесінше браузер веб-программист жазған ережелерді ұқсас элементтерге де орнатып береді. Мұның басты артықшылығы бір қасиеттерді қайта-қайта қолдана берудің алдын алады. Алайда барлық қасиеттер мұрагерлене бермейді. Егер болашақта белгілі бір қасиеттің мұрагерленетініне сенімсіз болып тұрсаңыз, оны body тегіне жазып тексеріп көрсеңіз болады. Немесе ол қасиет жайлы құжаттарды оқып көріңіз.